Сәлем достар, бүгін мен сіздерге сары түсті тұшпара жасап көрсетемін. Ол үшін маған қажетті заттар: ұн, сәбіз, сиыр етінен тартылған фарш, пияз және де картоп қажет болады. Алдымен сәбізімізді шырын тартқышқа немесе блендерге салып шырынын аламыз. Сәбізіміздің шырынын алдық. Ендігі кезекте сәбізден алған шырынымызды ұнның үстіне құямыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Қамырымыз дайын болды. Енді оны 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. Етімізге 3 сарымсақ салып тартқан болатынбыз. Яғни бұл фарштың ішінде сонда 3 сарымсақ бар. Енді оның үстіне тұз саламыз. Яғни жарты қасықтай. Одан кейін қара бұрышты саламыз. Болғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін бетін жауып тоңазытқышқа салып қоюға болады. Қамырымыз дайын болғанша таза ыдысқа су құйып, оны газдың үстіне қоямыз. Яғни бұл қайнай беру керек. Қамырды 4 бөлікке бөліп, оны жаямыз. Қамырымыз дайын болды. Енді оны арнайы ыдысқа, яғни пельмен пісіретін ыдысқа саламыз. Салып қоямыз. Енді оның үстіне дайын фаршымызды саламыз. Осылайша барлығыны салып шығамыз. Фарштарды салып болдық. Енді осының үстін екінші қамырмен жабамыз. Жаптым. Енді оның үстін оқтаумен жүргіземін.
Енді осыны тақтайшаның үстіне түсіреміз. Біздің тұшпарамыз мынадай пішінде болды. Енді картоптарды саламыз. Дайын болған тұшпарамызды қайнаған суға саламыз. Тұшпарамыз 20 минуттан кейін дайын болады. Достар, біздің сары түсті тұшпарамыз дайын болды. Өте әдемі және дәмді шықты. Сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Біздің жаңа видеоларды жіберіп алыңыз үшін міндетті түрде подписаться мәзірін басып, каналға жазылып кетіңіздер. Мына тұрған қоңырауша белгісін бассаңыздар, біздің видеоларды ең бірінші болып көресіздер. Бүгінгі осы, келесі кездескенше сау болыңыздар.